Соңғы кездері өзіңізді тым шаршау әрі ұйқысы қанбаған жан секілді сезінесіз бе? Тіпті бойыңызды билеп алған әлсіздік төсектен тұрғызбайды ма? Қанша сағат ұйықтасаңыз да маужырап жүрсіз бе? Мұның бір ғана себебі бар. Аталған жағдайлар ағза шлакқа толғанда көрініс береді. Шлак алдымен бауыр мен бүйректі жаулайды. Бұл екі ағза да тазалаушы қызметін атқарады. Бауыр көптеген улы заттарды зиянсыз заттарға айналдырса, ал бүйрек қоректік заттарды жинау және зәр шығару жүйесі арқылы зиянды заттарды жою үшін қанды сүзеді. Егер бауыр мен бүйрек қызметін дұрыс атқара алмаса, ағза шлакқа толады. Ал ағза шлакқа толса, онда мынадай маңызды 7 ауру арқылы белгі береді. Ассалаумағалейкум, қымбатты көрермен. Сіздермен бірге Шипагер арнасы. Пайдалы ақпаратты көрмес бұрын арнаға тіркеліп кетіңіз. Видеоны соңына дейін қараңыз. Шлакты ағзадан жоюдың жаңа жолын айтатын боламыз. Достарыңыз бен туыстарыңызға таратуды ұмытпаңыз. Бірінші белгі – шаршау. Қанша ерте жатып, кеш тұрсаңыз да шаршаудан арыла алмай жүрсіз бе? Ұйқының қанбауына қарап, шаршауыңызға дұрыс демалмай жүргеніңіз себеп емес. Шаршауды басу үшін түнді түнге ұрып ұйықтасаңыз да, орныңызда тапжылмай отырсаңыз да пайдасы жоқ. Өйткені сіздің үнемі шаршап жүргеніңізге ағзаңызды жаулаған шлак себеп болады. Бұдан құтылып, ағзаны қалыпқа келтіру үшін таңертең бір шыны кофе ішіңіз, немесе тәбетіңіз тартқан тәтті жеңіз. Бұлар ағзаны қуаттандырып, зиянды заттармен күресуге ықпал етеді. Екінші белгі – артық салмақ. Артық салмақтан арылу үшін неше түрлі әрекет жасайтындар аз емес. Салмақ оңай түспейді. Калориясы төмен тағамдарды тұтынған кезде қажетті дәрумендер мен минералды заттардан айырыласыз. Нәтижесінде ағза өзіне қажетті заттарды алмаған соң, шлакты қуып жіберуге қауқарсыз келеді де ағза шлакқа толады. Бұдан құтылудың жолы – артық салмақтан арылу үшін диетаның өзін дұрыс таңдау керек. Мейлінше дұрыс тамақтануға тырысыңыз. Үздіксіз спортпен айналысыңыз. Жеке бастың тазалығын сақтаңыз. Ауыздағы жағымсыз иіс. Ағза шлакқа толған кезде тісіңізді күніне қанша рет тазаласаңыз да, хош иісті сағыз шайнасаңыз да, ауыздағы жағымсыз иіс жоғалмайды. Өйткені оның шығуына ағзаны жаулаған шлак себепші екенін білгеніңіз жөн. Егер сізде мұндай белгі болса, терапевт немесе гастроэнтеролог дәрігердің кеңесін алыңыз. Асқазан мен бауырды тексертіңіз. Қажет болса, арнайы дәрілердің көмегімен жудырып ем жасаңыз. Төртінші белгі – іш қату. Шлакты ең көп жинайтын әрі тазалайтын ішек. Күн сайын тұрмақ, сағат сайын ішекке шлак толады. Егер сізді іш қату мазалайтын болса, жүйелі түрде үлкен дәретке бармайтын болсаңыз, онда сыртқа шығуы тиіс шлак пен улы зат іште қалып қояды. Соның салдарынан денеңізге кері әсерін тигізіп, теріңіз қартаяды, дақ басады, қараяды. Одан бөлек басыңыз ауырып, жиі шаршап жүретін боласыз. Бұл жағдайдан шығудың жолы бар. Ол үшін алдымен тамақтану мәзіріне мұқият болыңыз. Ешқашан зиянды жартылай дайын, химикатқа бай әрі консервіленген тамақтарды тұтынбаңыз. Суды көбірек ішіңіз. Жеміс-жидектер мен көкөністі жуып жеңіз. Қайнатылған, бұқтырылған тағамдар жеуге әдеттеніңіз. Бесінші белгі – иіс сезгіштік. Ағза шлакқа толса, адам өзінен өзі иіс сезгіш болып алады. Оған ағзадағы химиялық заттардың көптігі әсер етеді. Егер сіз елден бұрын жағымды немесе жағымсыз иіс сезе бастасаңыз, дерттің дауасын өзіңізден іздеңіз. Ағзаны шлактан тазартып, қалыпты жағдайына келуге ықпал етіңіз. Арнайы дәрігермен ақылдасып алып, 3 немесе 7 күндік тазалану әдісін қолданыңыз. Бұлшық еттің ауруы. Сіз ұйқыдан денеңізді көтере алмай оянасыз ба? Бейне бір денеңізді ұрып тастағандай күй кешесіз бе? Оған да себеп ағзаның шлакқа толуы екен.
Егер ешқандай спортпен айналыспасаңыз да, физикалық жаттығулар жасамасаңыз да, денеңіз ауырып, бұлшықеттеріңіз тырысып жүрсе, онда ағзаны шлактан тазалаңыз. Соңғы белгі ол терідегі проблема. Ағза шлакқа тола бастаған кезде бет-әлпеттен көрініс береді. Бетіңізде дақ басып, қарайып, қартая бастайсыз. Кей жағдайларда дене бөртіп, қышып, маза бермейді. Бұл жайсыздықтан ағзаны шлактан тазарту арқылы құтылатыныңызды ескеріңіз. Бетіңіз ішек пен асқазанның айнасы екенін ұмытпаңыз. Бұдан шығатын жол теріні жасартып, жаңарту үшін қымбат кремнің көмегіне жүгіну бос әурешілік. Ағзаны, асқазанды, бауыр мен бүйректі жуғызыңыз. Сонда тері өзінен өзі тазаланып жасара бастайды. Ағзаңыздағы шлакты тазалап, бұл белгілерден құтылу үшін 6 әдіс ұсынамыз. Қолданбас бұрын дәрігермен кеңесуді ұмытпаңыз. Біздің арнамыздағы видеоларды көп адам тіркелмей көреді екен. Дәл қазір арнаға тіркеліп қолдау көрсетіңіз. Ол үшін подписация батырмасын басыңыз. Бұл әдісті күнде жасасаңыз, ағза шлакқа толмайды. Негізінде ағза жейтін тағамның әсерінен шлакқа толмайды. Оған тамақ, су, ауа да әсер етеді. Ал мына 6 әдісті күнде қолдану арқылы ағзаны шлактан тазартып, қайта шлакқа толуына жол бермейсіз. Суды көбірек ішіңіз. Су ағза үшін өте пайдалы. Ең бастысы ағзадағы артық заттар мен шлакты шығарады. Егер сіз ішек пен ас қорыту жолдарын таза әрі сау күйінде ұстасаңыз, онда ағза шлакпен өзі ақ күресіп сыртқа шығарады. Ендеше күніне 8 немесе 10 стақан су ішуді әдетке айналдырыңыз. Лимон суы. Егер ағзаны шлактан тазартқыңыз келсе, күніне 1 рет 1 стақан лимон су ішіңіз. Өйткені лимон қышқылы уытсыздандыратын қасиетке ие. Ал лимон шырыны асқазан мен бауырға өте пайдалы. Сіз лимон су ішуді әдетке айналдырсаңыз, асқазаныңыз қалыпты жұмыс істеп, керегін алып, зиянын тастап тұрады. Смузи. Жеміс пен көкөністен дайындалған кез келген коктейль ағзаны артық заттан тазалауға септігін тигізеді. Ендеше күнделікті тамақтану мәзіріне 40 қабаттан, қызылшадан, алмадан, апельсиннен, алмұрттан, кивиден, ананастан, авокадо немесе зімбірден смузи дайындап ішіңіз. Көк шай. Ағзаны уыттан қорғау үшін кофені көк шаймен алмастырыңыз. Көк шай ағзаны шлактан қорғайтын антиоксидантқа бай. Құрамындағы глутатион шлакты шығаруға ықпал етеді. Ал микроэлементтердің қайнар көзі саналатын полифенол майды ерітетін гормон бөледі де, нәтижесінде артық салмақтан арыласыз. Егер күніне 2-3 шыны көк шай ішсеңіз, ағза шлактан тазарып, сымбатыңыз сымдай тартылады. Жаттығу, терлеу, уыттан қорғайтын бірден-бір әдіс. Ағзадағы терідегі кез келген шлакты терлеу арқылы шығаруға болады. Терлеу үшін үздіксіз жаттығу жасаңыз, моншаға түсіңіз, бу қабылдаңыз. Міне осы қадам арқылы шлактан құтыласыз. Стресс. Ағзаға шлак дұрыс тамақтанбағаннан жиналады. Одан бөлек стрессте көп себеп болады. Сондықтан да кез келген дүниеге салмақты қарап, байыппен шешіңіз. Стресс шлактың жиналуына ғана емес, ағзаның тозуына да септігін тигізеді. Шипа беру Алладан, ал біз тек қана себебін жасаймыз. Аурудан аулақ болу үшін денеңізді таза ұстауға тырысыңыз. Сіздермен бірге шипагер арнасы. Аман сау болыңыз.